Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, мамықтай жұмсақ болып шығатын медовый торт дайындаймыз. Бұл балды торттың ең сәтті рецептісі, сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен газға қоятын ыдысымызға жұмыртқаны, қантты, жұмсақ сары майды және балды салып, жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Енді бұл массамызды жай отқа қойып, барлығы толықтай ерігенше араластырып тұрамыз. Міндетті түрде үзбей араластырып тұруымыз керек. Еріп жатқанда осындай сұйық масса пайда болады. Масса ысыған кезде үстіне соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Массаға соданы салған соң міндетті түрде тез-тез үзбей араластырып отыруымыз қажет, өйткені бізде реакция жүреді. Осындай аппақ көбік пайда болғанда оттан аламыз. Сосын ыстық массамыздың үстіне ұнды аз-аздан қоса отырып венчикпен араластырамыз. Егер де ұнды бірден салып жіберсеңіздер, қамыр бірден қатты болып қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз ыстық болғандықтан, міндетті түрде силикондық күрекшенің көмегімен араластырып қамыр жасай береміз. Кейін қамырымыз суып, жылы болып бастағанда қолымызбен илейміз. Бізде осындай біркелкі қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды бірдей етіп 8 бөлікке бөлеміз. Мен әр қамырды таразға өлшеп істедім. 95-96 граммнан шықты барлығы. Солай сіздер де әр қайсысын өлшеп істесеңіздер, барлығы бірдей болып шығады. Енді барлығын бірдей етіп домалақтап шығамыз. Енді домалақ қамырларымызды тарелкеге тізіп шығамыз. Енді бұл тарелкамыздың үстіне салафан немесе пищевая пленка жауып, қамырымыз толықтай суығанша тоңазытқышқа жібереміз. Енді суыған қамырларымызды алып, біркелкі етіп, жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жұқа болып жайылған қамырымызды осындай кольцоның көмегімен кесіп алсақ, өте оңай болады. Менде форманың диаметрі 22 сантиметр. Осылай шетіндегілердің артықтарын алып тастаймыз, немесе бірге пісіріп жіберсеңіздер де болады. Қамырды міндетті түрде шаншқымен осылай тесіп шығуымыз қажет, немесе қамырымыз қатты көтеріліп пісуі мүмкін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап отырыңыздар, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Бізде барлығы 8 корж пайда болады. Мен бұл медовый тортқа қаймақты крем қолдандым. Негізі бұл тортқа заварной кремде, пломбир кремде, әртүрлі крем бола береді, бірақ та қаймақты креммен өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сол себептен қаймақты крем дайындаңыздар. Мен 600 грамм қаймақ пен 100 граммдай қантындағын жақсылап араластырып алдым. Енді біз тортымызды жинаймыз. Менің ең сүйікті сәтім. Мен осындай кольцоның көмегінде жинайтын боламын. Сол кезде тортымыз тіп-тіке әдемі болып шығады. Сосын менің кремім сұйық болған соң, міндетті түрде кольцоның көмегінде жинадым. Өйткені крем жан-жағынан ағып кетуі мүмкін. Осылай крем, сосын корж, крем, корж құйып шыға береміз. Бұл медовый тортқа ешқандай пропитканың қажеті жоқ. Кремді молынан салуымыз қажет. Мен әр коржға 3 немесе 2,5 ас қасықтай крем салып отырдым. Кремді бұл кезде аяудың қажеті жоқ, өйткені біздің креммен коржымыз өте
ылғалды, жұмсақ болады. Сол себептен кремді көбірек жағамыз. Біздің корждарымыз піскен кезінде жұмсақ болады, сосын хрустящий қытырлақ болып келеді. Сол себептен піскен кезінде бірден тіке жерге алып қоямыз. Піскен корждарымызды өйткені пісе салып қандай жерге қойсақ, формасы сондай болып қалады. Мысалы, қисық жерге қойсақ, коржымыз қисық болып қалады. Сол себептен тіке жерге қоямыз. Енді жинап болған тортымызды 3-4 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Сосын тоңазытқыштан алып, кальцоны шешіп, қалауымызша сәндейміз. Мен жан-жағына қалып кеткен кремдерді жақтым. Міндетті түрде кремді алып қалуымыз қажет. Артылған кремдерді. Қалған кремдерді торттың жан-жағына жағып шығамыз. Мен торттың жанына жаңағы қалып кеткен коржды блендерден өткізіп жібердім де жан-жағына осылай сеуіп жағып шықтым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады, немесе әртүрлі қылып өздеріңіз қалай ұнатасыздар, солай жасап сәндеулеріңізге болады. Сәндеу әркімнің өз еркінде. Жаңағы крошканы бетінің барлық жеріне емес, кішкене осылай рамка сияқты қылып сеуіп шықтым. Сосын бетіне ерітілген шоколадты кондитерский мешокқа салып, осылай сызықтар істеп шықтым тортқа. Бұл сәндеу өте маған ұнайды, сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Біздің торт өте жұмсақ, мамықтай, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, достар. Егер де сіздердің торттарыңыз қатты болып шықпай жүрсе, міндетті түрде осы менің рецептімен жасап көрсеңіздер, сіздердің торттарыңыз идеальный болып шығады. Бұл торттың дәмін көрсеңіздер, сіздер басқа торттарға мүлде бармайтын боласыздар. Достар, міндетті